Қазір асық салатын балаларыма қалта тігіп жатыр. Асық жинап жүресіз бе жүрген жеріңізде? Алдарына немерелеріне жинап жүр. Жинағандарым тағы берді берем. Yani немерелер көп қой енді. Бұл машинаның несі жаңағы. Атам марқұм балалар тұрмады дедім ғой. Содан мына бірінші немерем туғанда маған колхозға 2 машина дүкенге түсті. Сүтті, мен білмеймін ғой. Соған атам герой, 2 көзі көрмейді. 14 жасында менің жолдасым шопан болған. Сонан мен босандым бірінші балаға. Кешегі тракторға су құйып беретін бала. Сол туғанда осыны басқарма келгенде мен баламның қолынан бірдеме келеді ана. 2 машинаның біреуін маған әкеп бер деді. Сонан осы машинаны сол баланың туғандағы маған берген подаркасы. 70 жыл болған машина. Атамның көзі. Қолымен алып беріп, мынау балам саған берген подаркым. Ұрпағымды жалғастыратын тудың ғой дегенде. Өзі анамыз өзі бір жерден көреді, соны салуға не ғой, жаңағы көрпеге. Соны не істейді келіп салады жаңағы көзбен көрген нәрсесін осы ойынға әкелді. Үшінші қызбенен екеу пар кетті. Тұрмысқа. Сонан алашаның екеуіне пар не қылып істедім. Саз болған кезде кілемді құрады үйдің үстіне, аулаға жаңа алаша құрады. Содан қалған құтқан жіпті де тастамаймыз жаңағы. Ол жіпке терезенің рамкасіне бізге кілемше құрып беретін. Соны тоқып отырамыз біздер. Ол кезде біздер кішкентаймыз. Біздер тоқимыз. Анамыздың үлкен кілеміміздің тоққымыз келеді ғой, содан тоқып атқанда біз тұтаймыз дейді бір жерлерін. Өзі анамыз бір жерден көріп келеді жаңағы нені, узорларды, нелердің бәрін. Сол кезде үйге келіп, соны кілемді құратта соған салып узордың бәрін. Сосын койка аяқ неменен кестемен тоқиды, аяқ жағын шілтерліп, крючокпен тоқиды. Ол бұл кісінің еңбегі көп. Ауылдағы адамдар қызы кетіп атады, неге ұзатылып. Сол кезде кілемді, кілем тоқу осы кісінің қолынан шығады бәрі. Ауылдағы кісілердің. Бұл кісі бояу әкеледі, соны жүнді үйіреді, ерінбей. Сол жүнді домалақтап не істейді, бояйды бұл кісі. Бояғаннан кейін ширату керек болады ғой. Ширағанда біздер ширатып беретін ұршықпен. Ширатамыз да, соны домалақтау бәрі біздің немізде өзіміз домалақтап, дайындап береміз бұл кісіге. Кілемге, неге, бәрін өзінің қолынан істейді, жүннен, қойдың жүні, содан иіріп, бәрін дұрыстап істейді. Кілем тоқиды, алаша аулада. Жаз болса қолы босамайды бұл кісінің, бос уақыт сол тоқыма тоқу, ненің мальчика демейді. Біздер ол кезде жоқ қой енді, жоқ болған кезде бізге түбіттен бас киім тоқып беретін. Неге школға киетін бас киім, түбіт нәскей, сосын қолғап бәрін сол ұзырлап, әдемілеп тоқып береді, соны киіп жүрдіңіз біздер. Сосын ол кезде етіктерді не жоқ, байпақ, разный байпақтар болады, көк байпақ, қызыл байпақ, соны бір жерге шыққанда әкеп береді бізге, сол байпақты киіп сөйтіп жүреміз. Сосын малға біз анамызға көмектесеміз ғой енді. Анамыз көбінесе жұмыста болады, үйде аз уақыт болады, соның өзінде бізге тапсырма тапсырып кететін. Соның бәрін орындап қойымыз керек, бізге бұл кісінің айтқаны не ғой, соның бәрін орындаймыз. Не дейді, соның бәрін тоқып қой десе тоқып қоямыз, иіріп қой десе иіріп қоямыз, әйтпесе келгесін ұрсады ғой енді. Сосын бәрін дайындап қоямыз. Еңбек керек қой.
босқа теңкиіп жата бергеннен не пайда түседі? Мысалға, 90-ға келудің себебі не деп сұрады кеше бір бала. 90-ға келудің себебі теңкиіп жату емес, еңбек жасау, күні-түні жұмыс істеу. Мен жұмыс істеп жүргенде 2 аптаға тоқтайды екенмін. Соның бәрінің арқасы мына осы 90-ға жетеледі деді.